Су астында тығылып жатып, құрлықтағы жәндіктерді снайпер сияқты атып түсіретін балық бар екенін білдіңіз бе? Ал біздің өзендерде адамдарды су астына сүйреп әкететін алып құбыжықтар ше? Армысыздар, жануарлар шындық арнасының қырағы көрермендері. Бүгін біз сіздермен бірге құрлықтан су асты әлеміне сүңгиміз. Бүгінгі шығарылымда біз әлемдегі және Қазақстан суларындағы ең ерекше, ең ақылды әрі ең қорқынышты балықтардың құпиясын ашамыз. Бүгін сіздер оңтүстік шығыс Азияның снайперімен, Сырдария мен Іленің алып құбыжығымен және біз қарапайым деп ойлайтын сазанның ешкім білмейтін қулықтарымен танысасыздар. Видеоны өткізбей соңына дейін көріп, лайк басып, подписаться етуді ұмытпаңыз. Су асты патшалығының құпиясын бастаймыз. Алғашқы кейіпкеріміз ғылым әлемін өзінің есептеу қабілетімен таң қалдырған мерген балық. Бұл балықтар негізінен оңтүстік шығыс Азияның, Үндістан мен Австралияның тропикалық ылғалды ормандарындағы тұщы сулар мен теңіз жағалауларында өмір сүреді. Ол су бетінен 1-2 метр жоғарыда ағаш бұтақтарында отырған өрмекшілерді, шыбындар мен шегірткелерді аулайды. Ол аузының үстіңгі жағындағы арнайы сай талшықтары арқылы суды қысып, кәдімгі тапанша сияқты дәл атып жібереді. Судың соққысы сондай қатты, жәндік таспен ұрғандай суға құлайды. Ең қызығы, балық судың сыну заңдылығын керемет біледі. Ол судың астында тұрса да, жәндіктің дәл орнын есептеп, оның суға құлайтын жеріне жәндік жеткенше бұрын жүзіп барады. Оның көбеюі кезінде аналығы тастардың немесе өсімдіктердің астына 20 немесе 100 мыңға дейінгі уылдырық шашады. Шабақтары туылғаннан бастап су атуды жаттықтыра бастайды. Басында олар тек 1-2 сантиметрге ғана ата алса, өсе келе нағыз мергенге айналады. Олардың ерекшелігі, жәндік тым биік емес, суға жақын тұрса да, бұл балық судан 30 сантиметр биіктікке дейін атылып секіріп, жемтігін ауада қағып ала алады. Енді өзіміздің туған өлкеге, Қазақстанның өзен көлдеріне оралайық. Сырдария, Іле, Балқаш пен Каспий суларының нағыз патшасы алып жайын. Қазақстанның барлық дерлік үлкен өзендері мен су қоймаларында мекендейді. Олар су түбіндегі терең шұңқырларда, шіріген ағаштардың астында жалғыз өмір сүргенді ұнатады. Жайын өте аш жыртқыш. Ол кішкентай кезінде балықтар мен бақаларды жесе, салмағы 100 келіден асқанда нағыз құбыжыққа айналады. Ол су бетінде жүзіп жүрген үйректерді, қаздарды, су егеу құйрықтарын, тіпті су ішуге келген иттерді тірідей жұтып жібереді. Халық арасында ертеде алып жайындардың суға түскен адамдарға да шабуыл жасаған туралы аңыздар тегіннен тегін шықпаған. Оның көбеюі көктемде. Су жылығанда жайындар жұптасады. Еркек жайын су түбіндегі шөптерден арнайы ұя салады. Аналығы оған 500 мыңға дейін үлкен уылдырық шашады. Ең таңғаларлығы, еркек жайын оның балапандары шыққанша ұяны бақылап, ешкімді жақындатпай қорғайды. Оның ерекшеліктері, жайынның көзі өте нашар көреді. Есесіне оның бетіндегі ұзын мұрттары ең сезімтал лақадыр. Ол судың титтей де тербелісін осы мұрттар арқылы сезіп, қараңғыда да жемтігін дәл табады. Олар 100 жылға дейін өмір сүре алады. Көптеген балықшылар жақсы көретін сазан жай ғана балық емес, су астының ең айлакер әрі төзімді тіршілік иесі. Қазақстанның Есіл, Тобыл, Жайық, Іле өзендерінде және мыңдаған көлдерде кең таралған. Олар ағысы баяу, түбі батпақты жерлерді ұнатады. Сазанды су астының трактор деп атайды. Оның аузы алға қарай түтікше сияқты созылады. Ол су бетінде батпақты 20 сантиметрге тереңдікке дейін қазып, ішіндегі құрттарды, ұсақ ұлуларды, өсімдік тамырларын шаңшорғыз сияқты сорып жейді. Жазда су 18 градусқа дейін ысығанда сазандар таяз суларға шығып, үлкен шумен уылдырық шашады. Бір аналық сазан 1 миллионнан астам уылдырық тастайды. Олардың уылдырықтары шөптерге жабысып өседі. Сазан өте ақылды балық. Ол балықшылардың қармағы мен торын бірден ажырата алады.
торға түсіп қалған ересек сазан батпаққа жата қалып, тордың астынан қашып кетудің айласын табады. Сонымен қатар олар оттегі тым аз лас суларда да өле қоймайтын өте төзімді балық болып табылады. Тропикалық аймақтың тағы бір сұмдық балығы бұл тірі тоқ генераторы электрлі ил. Оңтүстік Американың Амазонка өзендерінің батпақты лайлы суларында мекендейді. Бұл балық аң аулағанда тістерін қолданбайды. Оның денесінің 80% арнайы электрлі мүшелерден тұрады. Ол қауіп төнгенде немесе аң аулағанда 860 вольт кернеудегі тоқты сыртқа шығарады. Бұл тоқ жанындағы балықтар мен бақаларды 1 секундта күйдіріп жүрегін тоқтатып тастайды. Тіпті су ішуге келген үлкен жылқылардың өзі осы балықтың тоғынан есінен танып суға батып кеткен деседі. Оның көбеюі еркек ил өз сілекейінен су бетіне көбіктен ұя салады. Аналығы сол ұяға уылдырық шашады. Еркегі ұяны аяусыз қорғайды. Бұл балықтар лайлы суда мүлдем көрмейді. Олар айналаны сезу үшін кішкентай 10 вольттық электролокацияны үнемі қосып жүреді. Келесі балық тынық немесе үнді мұхиттарының тропикалық жылы суларында мекен ететін фугу немесе ине балығы. Ол тыныш күйінде кәдімгі балыққа ұқсайды, бірақ қауіп төнгенде ол асқазанына су немесе ауа толтырып, кәдімгі тікенектері бар дөңгелек топқа айналады. Оны ешқандай жыртқыш жұта алмайды, өйткені аузына тұрып қалады. Ол су түбіндегі қатты бақалшықты ұлуларды өзінің мықты тістерімен шағып жейді. Олардың көбеюі еркек фугу балығы су түбіндегі құмнан диаметрі 2 метр болатын керемет геометриялық ою-өрнектер салады. Осы ою арқылы аналықты өзіне тартады. Оның терісі мен бауырында ең күшті у бар. Ол цианиттен 1200 есе күшті. Бір балықтың уы 30 адамды бір сәтте өлтіруге жетеді. Жапонияда бұл балықты арнайы диплом алған аспаздар ғана әзірлейді. Міне достар, суасты әлемінің снайперлері мен біздің өзендердің алып құбыжық жайындары туралы шындық осындай. Табиғаттың әрбір жаратылысы өзінше бір құпия. Сізге бүгінгі балықтардың ішінен қайсысы ең қатты таңғалыс тудырды? Мерген балық па әлде адам бойындай алып жайын ба? Пікірге өз ойыңызды жазып кетіңіз. Жануарлар шындық арнасының қолдау көрсетіп, лайк басуды және видеоны достарыңызға жіберуді ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымда бұдан да шок контент дайындаймыз. Сау болыңыздар.